Жұмыс істейтін зейнеткерлер зейнетақыларын ала алмауы мүмкін. Дәл осы тақырып қараша айы бастала салысымен қызу талқыға түсті. Министр Жақыпованың 30 тісінен шыққан мына сөздері тіпті дау туғыза жаздады. Кейін жұрттың ашу ызасын келтірген мәлімдемесі жайлы шенеуніктің өзіне түсіндіруге тура келді. Ерте шығу және де кеш шығу екі тәсілі бар. Біздің жаңағы атап өткен ұсыныста. Отложенный выход. Қазіргі зейнеткерлер олар өзінің құқықтарын негізі іске асырды ғой. Зейнетке шығып кетті. Бұл ұсыныс негізі жаңағы эксперттермен айтып отырғандарымыз біздің қазіргі уақытта зейнетақысын алып отырған азаматтарға ешқандай кедергі келтірмейді. Халықты дүрліктірген бұл ақпар бұрқ еткенде Жақыпова зейнет жасына жетсе де жұмыс істегісі келетіндерге зейнетақы төлемей, оны зейнетке ерте шығуды қалайтындарға бағыттауды да тілге тиек етті. Светлана ханымның өзі құрметті демалысқа кетсе де жұмыс істей беретін түрі бар. Буду ли я после пенсии работать? Да, я собираюсь, потому что у меня есть возможность заниматься наукой, есть возможность заниматься преподавательской деятельностью. И, соответственно, значит, я буду в этих сферах работать. И тогда, если я не буду выходить на пенсию, буду работать, то буду жить только на зарплату без пенсии.